Қайырлы кеш достар, кеш аман-есен тойымызды өткіздік және біз Орал қаласында келіп тоқтаған жеріміз бұл Шағала деген қонақ үй. Өте керемет, көп рахмет сіздерге. Осындай номерлері, қаншама этаждары бар. Бізге осы номер берілген. Іші енді сәл-пәл шашылып жатыр, бірақ все-таки кондері бар, бәрі бар, короче. Просто күшті, комфортно. Әдемі ұйықтадық, әдемі болды бәрі. Орал шын жүрегімізден ұнады. Егер осы жаққа келіп жатсаңыздар, осы Орал қаласының тұрғындары болса, осы жаққа келсеңіздер болады. Шынымен де ұнады. Сізге көп рахмет. Еще бұл жақта завтрактар бар өздерінің. И, естественно, іші таза, әдемі. Осыдан келсеңіздер болады. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қайырлы күн баршаларыңызға. Я, 3-4 күн бай сторисқа шықпай кеттік. Короче, концерт, анау-мынау проблемалар. Жасың өскен сайын проблемаңды өсе береді екен ғой, сондай екен ғой. Жасық шақта не үшін асықтық деймін да өсуге. Балалық шақты сағынады кезінде. Ол кезде барлық қызық беді, барлық күштемеді, өмір сүру оңай еді. Қазір бәрі нәрсе қымбаттап баратыр, бірінен кетің бірі. Сол қазір мына жерге көрші Нұрдәулет түріне жаныма көшіп келдім, жақында 1-2 күн болмаса өтіп қайтайын деп. Не істеп жатсыздар? Концертке билет алып жатсыздар ма? Бұйыртса 14 күн жақсы концерт болады деп үміттеміз. Еще 7-сі мен туған күнім. Ертең ба? Бүгін 6-сы ма, 5-сі ма? Ассалаумағалейкум, ағалапайын қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін ерекше күн, ерекше жақын адамның туған күні, менің Асқартау әкемнің туған күні. Папа, туған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, аман болыңыз, бар болыңыз, әулеттің алдында осылай көкей болып, ата болып жүре беріңіз. Сіз мен үшін өте керемет жансыз, өмірде маған өте көп мейірім бердіңіз, махаббат бердіңіз, қамқор бердіңіз, ақыл айттыңыз. Сізге көп рахмет. Осылай мен қазір марқайып жүргенім сіздің арқаңызда. Аман болыңыз, жақсы көрем. 100 жасаңыз, ауырмаңыз, отбасыңызда бәрі жақсы болсын. Немереңіздеріңіздің қызығын көріңіз. Бәрі жақсы болсын. Мен үшін өмір сізсіз, сіз ғана сіз. Сол папа, туған күніңіз құтты болсын. Жаным үшін аман бол. Ал біз жұмысқа кетіп бара жатырмыз. Міне, мынау біздің үй. Мынау біздің үй. Мында парк бар есече. Ассалаумағалейкум, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін базар жаққа шықтық шаш алдыруға. Так, жаңағы мен алдыңғы пост салып кеттім, сол жаққа қарап жерсеңіздер, вопроста белгілеп кетсеңіздер. Жобаға 8-ші маусымға барайын ба, әлде бармайын ба? Қанша халық күтеді екен, қанша халық келмей қой дейді екен, көрейікші. Бірінші стористе тұр, белгілеп кетіңіздер.